Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге үнемі жасайтын шек қарыннан жасалынатын чебурекидің рецебімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл рецеппен жасасаңыздар, бірден чебурекилеріңіз өте дәмді болып шығады. Құрамына керек заттар: салмасына піскен шек қарын 400 грамдай, пияз 2 дана, дәміне қарай тұз бен қара бұрыш қосамыз. Сұйық май пиязды қуыру үшін қажет. Келесі қамырымызға илегіштен өткізген ұн керек, және де қайнаған су 1 стакан, 1 шай қасық тұз, сұйық май 2 ас қасық қажет болады. Ал бісміллә деп бастайық. 1 стакан қайнаған суға 1 шай қасық тұзды салып араластырып аламыз. 400 грамм ұнға бірінші ұнымызға 2 ас қасық мөлшермен сұйық май қосамыз. Тұзды қайнаған суды ақырындап құйып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Сәлден соң қолымызбен қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ болып шығу керек. Қолға жабыспайтындай етіп қамыр илеп аламыз. Қамырымызды үстелдің үстіне жақсылап иі қанғанша илеп аламыз да, ыдысымызға салып, бетін жауып 20 минуттай тындырып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Жаңағы піскен шек қарынды алдын ала ет тартқыштан өткізіп алдым. Келесі 2 пиязды дәл видеодағыдай ұсақтап турап аламыз. Пиязымыз көп болса, салмасы өте дәмдірек болады. Сондықтан пиязды көбірек қосуға тырысыңыздар. Табаға 3 ас қасық мөлшермен сұйық май құйып қыздырып, пиязымызды қуырып аламыз. Қуырылған пияз дәмін дәмді етеді. Жақсылап қуырылғаннан кейін тартылған шек қарынның үстіне саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламын. Жақсылап салмасын араластырып аламыз. Мінекей салмасын араластырдым жақсылап. Келесі чебурекиді жасауға кірісеміз. Қамыры жақсылап тынды, 20 минуттай тұрды. Ортасында 1 рет илеп қойдым. Міндетті түрде қамырды тындырып қойған кезде 1 рет илеп қойыңыздар. Сол кезде жұп-жұмсақ болып шығады, қатты болмайды. Бірнеше бөлікке бөліп, әр бөліктерін домалақтап илеп қоямын. Ақырында бір бөлігін жаямыз. Жұқа ғып жайған жөн, қалың ғып жаймаңыздар, арасы піспей қояды. Дәл шетіне қарай салмасын саламыз. Тартылған әрі піскен шек қарнымызды салып, дәл шетіне қарай салып, басып шығатын боламыз. Шет-шетін жақсылап басып шығамыз. Дәл видеодағыдай шанышқының көмегімен басып шықсаңыздар болады. Мен қолмен әдемілік үшін түйетін боламын. Келесі екінші чебурекиді де дәл осылай түйіп шығатын боламыз. Домалақтап аламыз да ұнға салып, оқтаумен жайып, жұқа ғып жайып аламыз. Салмасын шетіне салып, шетінен басып шығатын боламыз. Арнайы кесетін пышақтарының көмегімен де қолдансаңыздар болады. Мен үнемі осылай жиі жасап тұрамын. Тек шек қарын болса болды. Тартылған еттен де жасасаңыздар болады. Барлық чебурекилерді осылай дәл видеодағыдай жасаймыз. Түйіп алатын боламын. Мінекей дайын болды.
Табамызға май құйып қыздырып, чебурекилерді салып, екі жағынан қызарғанша пісіріп аламыз. Екінші жағына да аударып, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Дайын чебурекилерді салфетка салынған тарелкеге саламыз. Чебурекилеріңіз майлы болмайды. Сол себептен майы салфеткаға сіңіп кетеді. Басқа чебурекилерді осылай пісіріп аламыз. Егер де менің видеомды көріп отсаңыз, лайк басып, пікір қалдырып, подписаться батырмасын басып, қасындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алда түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей чебурекилеріміз дайын болды. Өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Және де қытырлақ болып пісіп шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.